Десанттық шабуылдаушы әскерлер Қазақстан Республикасының қарулы күштеріндегі жоғары дайындықтағы кәсіби шеберлігімен ерекшеленетін элиталық бөлімдердің бірі. Бұл әскер түрі күрделі тапсырмаларды қысқа мерзімде орындауға қабілетті, мобильді және көпсалалы күш ретінде қалыптасқан. Десантшылар мемлекеттің қорғаныс қабілетін нығайтуда, халықаралық бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Тәуелсіздік жылдарында бұл әскерлер талай сынақтан өтіп, еліміздің әскери қуатының тірегіне айнала білді. Әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс. Қонаев гарнизонында орналасқан 32-363 әскери бөлімінде Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің десанттық шабуылдаушы әскерлерінің 25 жыл мерейтойы аталып өтті. Мерекелік жиынға Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев, қорғаныс министрінің тыл және әскери инфрақұрылым жөніндегі орынбасары генерал-лейтенант Қаныш Әубәкіров, десанттық шабуылдаушы әскерлердің жеке құрамы, қарулы күштердің ардагерлері, сондай-ақ қоғамдық және жастар ұйымдарының өкілдері қатысты. Практически с 92 года, можно сказать, с нуля, очень большое количество офицеров бывало в свои государства, это в Россию, в Белоруссию, на Украину и так далее. И получилось так, что в некоторых подразделениях не оставалось ни одного офицера. Ротами командовали прапорщики, сержанты. Было принято решение из солдат срочной службы отправлять в АТАР на трехмесячные сборы, чтобы хоть как-то восполнить офицерский состав. Тогда младшие лейтенанты, выпускники училищ, которые остались здесь, офицеры, которые служили в советской армии, благодаря тому, что верховный главнокомандующий Нурсан Абич Назарбаев дал указание, и министр обороны Халык Кахарманы, герой Советского Союза, генерал армии Нурмагомедов, было принято решение, чтобы военнослужащие, те, кто проходил службу в советской армии, не меняли присягу. Тем самым мы удержали очень большое количество офицеров, которые остались здесь продолжать службу. Мы можем гордиться тем, что за 25 лет в десантно-штурмовых войсках прослужили прославленные генералы. 18 генералов вышло за 25 лет из стен десантно-штурмовых войск. Более 300 офицеров получили воинские звания полковник. Около 107 военнослужащих десантно-штурмовых войск получили государственные награды. 25 жылдан бері десанттық шабуылдаушы әскерлерге елге танымал әскери қолбасшылар жетекшілік етіп келеді. Олардың қатарында армия генералы Сәкен Жасұзақов, генерал-лейтенанттар Мұрат Майкеев пен Қаныш Әубәкіров, сондай-ақ генерал-майорлар Уәли Илеманов, Адыбек Алдабергенов, Дәулет Оспанов, Қайдар Қарақұлов және Мереке Көшекбаев сынды тәжірибелі офицерлер де бар. Бұл қолбасшылардың еңбегімен үлесі әскерлердің дамуында ерекше орын алады. Десанттық шабуылдаушы әскерлердің шежіресі ел тарихындағы елеулі оқиғалар мен тығыз байланысты. Олар Тәжік-Ауған шекарасындағы ұрыстарға қатысып, Ирак пен Ливандағы Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілікті сақтау миссияларында қызмет атқарған болатын. Сондай-ақ десантшылар Центр-Азбат, Іле, Алдаспан, Қаратау және басқа да ірі оқу-жаттығуларда өздерінің жоғары дайындық деңгейін, кәсібилігін көрсете білді. Тек өткен жылы ғана десанттық шабуылдаушы әскерлердің қатысуымен 20-ға жуық халықаралық жаттығу өткізілген. Десанттық шабуылдаушы әскерлердің қолбасшысы генерал-майор Алмас Жұмақаев салтанатты жиында сөз сөйлеп, отан алдындағы адал қызметтері, кәсіби біліктілігі және еліміздің қорғаныс қабілетін нығайтуға қосқан үлесі үшін барлық офицерлерге, сержанттар мен сарбаздарға, ардагерлерге шынайы алғысын білдірді. Десанттық шабуылдаушы әскерлер Қазақстан Республикасының қарулы күштеріндегі жоғары дайындықтағы ерекше тапсырмаларды орындайтын мобильді күш. Олар қазіргі заманға әскери қауіптерге жедел әрекет етуге бейімделген стратегиялық маңызы зор бөлім
бөлімдердің бірі болып саналады. Бұл әскер түрі еліміздің егемендігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Мереке аясында ерекше көзге түскен әскери қызметшілер мемлекеттік және ведомстволық наградалармен марапатталып, алғыс хаттар табыс етілді. Сондай-ақ бірқатарына мерзімінен бұрын әскери шендер берілді. Қонақтарға әскери қызметшілердің қарумен және қарусыз көрсеткен саптық дайындықтары мен қоян-қолтық ұрыс элементтері, сондай-ақ әуеден плацқа десант түсіру жаттығулары ұсынылды. Мерекелік іс-шараны дала жағдайында ұйымдастырылған заманауи қару-жарақ пен әскери техниканың көрмесі толықтырды. Ал мерекелік көңіл-күйді түрлі өнер ұжымдарының қатысуымен өткен концерттік бағдарлама арттыра түсті. Бұл күн десантшылардың ерлігі мен отанға деген адалдығына деген құрметтің айқын көрінісіне айнала білді. Сіздер осы мақсаттың орындалуына өз үлесін қосып жүрген елдің бейбіт тіршілігі мен тұтастығын қорғаудағы биік жауапкершілікті мойнына алған ерлік пен ерік жүрек жігердің символына айналған жауынгерсіздер. Ширек ғасырлық тарихында бұл әскер түрі ел қауіпсіздігін қорғау жолында жанқиярлық пен батырлықтың биік үлгісін көрсетті. Қиындық пен қатерден қаймықпай, әрдайым алдыңғы шепте қызмет ету сіздердің күнделікті өмірлеріңізге айналды. Бізден басқа ешкім деген ұран жай ғана сөз емес. Бұл сіздердің батыл болмыстарыңыздың және темірдей тәртіп пен табандылыққа негізделген қызметтеріңіздің шынайы көрінісі. Құрметті ардагерлер, сіздердің ерен еңбектеріңіз, жауынгерлік жолдарыңыз және отан сүйгіштік рухтарыңыз жас буын үшін сарқылмас үлгі. Батырлық дәстүрдің сабақтастығы мызғымас армияның белгісі. Халықтың даналығында ел үшін туады, ел үшін өледі деген терең мағына жатыр. Сіздердің әрбір іс-қимылыңыз осы аталы сөздің мәнін іс жүзінде дәлелдеп келеді. Десанттық шабуылдаушы әскери бөлімдері жоғары физикалық және кәсіби дайындықтан өткен офицерлер мен сарбаздардан тұрады. Олар түрлі климаттық және географиялық жағдайларда әрекет етуге машықтанған. Бөлімдер заманауи қару-жарақпен, әскери техникамен жабдықталған және әрдайым жедел жұмылуға дайын. Десанттық шабуылдаушы әскерлер тек әскери салада ғана емес, патриоттық тәрбие беру, жастармен жұмыс істеу бағытында да белсенді қызмет атқарады. Жыл сайын еліміздің түкпір-түкпірінде әскери патриоттық іс-шараларға қатысып, жас буынға үлгі көрсетуде. Бүгінде десанттық шабуылдаушы әскерилер бұл батылдықтың, тәртіптің және кәсіби шеберліктің символы. Ел тыныштығы мен бейбіт өмірді қамтамасыз етуде десантшылардың алатын орны ерекше. Олардың ерлігі мен жанқиярлығы Қазақстан қарулы күштерінің қуатты болашағының кепілі бола бермек. Қазақстан аумағындағы десанттық әскерлердің қалыптасу тарихына қысқаша тоқтала кетейік. Қазақстан Республикасының әуе десанттық күштері ел тәуелсіздігімен қатар 1992 жылы қарулы күштер құрылған сәтте пайда болды. Кеңес одағынан мұраға қалған жалғыз әуе десанттық бөлім 35-ші жеке десанттық шабуылдаушы бригада Қазақстанның қарамағына өткен болатын. Алайда 2 жылдан кейін бригада құрамындағы бірқатар бөлімдер офицерлік құрам тапшылығы мен қаржыландырудың жетіспеушілігі салдарынан қысқартылып таратылған еді. 2000 жылдардың басында Қазақстан билігі 35-ші бригаданы қалпына келтіру және әуе десанттық құрылымдарды дамыту бағытын қолға алған болатын. 2000 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен елімізде мобильді күштер құрылып, 2003 жылы олар аэромобильді әскерлер болып қайта аталды. Осы кезеңде Қазақстанда жаңа десанттық бөлімдерде жасақтала бастады. Атап айтқанда, Казбат атты бітімгершілік десанттық шабуылдаушы батальон, 36-ші және 37-ші десанттық шабуылдаушы бригада құрылды. Кейіннен Казбат кеңейіп, оның негізінде 38-ші десанттық шабуылдаушы бригада Казбрик құрылды. Бұл бригада 3 батальоннан тұрады. Олардың бірі Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссияларына, екіншісі ұлттық қауіпсіздік туралы шартты ұйымның аясындағы операцияларға, ал үшіншісі резервтік міндеттерге арналған. Дәл осы бригаданың құрамында Қазақстан армиясында алғаш рет келісімшарт бойынша әскери қызмет ету тәжірибесі кеңінен енгізілді. 2007 жылы Қазақстанның әскери доктринасында бірінші бітімгершілік қызмет елдің сыртқы саясатының маңызды бағыттарының бірі ретінде белгіленді. Бұл қадам Қазақстанның халықаралық аренадағы бейбіт бастамаларға белсенді атсалысуының айғағы болды. 2017 жылы аэромобильді әскерлер ресми түрде десанттық шабуылдаушы әскерлер болып қайта құрылды. Қазіргі кезеңде бұл әскер түрінің саны шамамен 6000 адамды құрайды. Олар елдің қорғаныс қабілетінің жоғары кәсіби құрылымдарының бірі саналады. Қазақстанда 2 тамыз бұрынғы кеңестік әуе десанттық әскерлер құрылған күні болса, 6 шілде еліміздің
десанттық шабуылдаушы әскерлерінің құрылған күні ретінде аталып өтеді. Бұл қос дата десантшы жауынгерлерге көрсетілген құрметтің, әскери дәстүрлердің сабақтастығы мен жалғастығының көрінісі болып табылады. В те времена это надо было сохранить свою армию, именно вот эта 35-я гвардейская десантно-штурмовая бригада в 1992 году осталась у нас на территории, здесь, в Казахстане, здесь, в Хунаево. На сегодняшний день на базе которой были сформированы все десантно-штурмовые войска. Это 36-я бригада, 37-я бригада, 38-я, полк МТО, база МТО, рембаза, полки связи. Вот все остальные подразделения были практически на базе 35-й гвардейской десантно-штурмовой. На сегодняшний день, я скажу, успехи есть, очень большие успехи наряду с развитием нашего государства, где президент, министр обороны акцентирует внимание на развитии становления вооруженных сил, исходя из того, что происходит во всем мире, и перевооружение, переоснащение, переподготовка, боевой подготовки. То, что в мире происходит, мы сейчас идет переформатизация и смотрим уже на весь мир, и десантные войска на сегодняшний день, они выполняют, я скажу, на высоком уровне свои поставленные задачи. На сегодняшний день в десантно-штурмовых войсках есть новые подразделения, это подразделение БПЛА, подразделение РЭП, это все наращивается, противовоздушная оборона у нас увеличивается. То есть в этом отношении, где нужно развиваться, где должна меняться боевая подготовка, чтобы, как говорится, выжить, уцелеть и защитить свою родину. То есть на сегодняшний день то, что очень много учений десантно-штурмовые войска проводят с иностранными государствами, где мы выезжаем, где к нам приезжают, где совместные учения, это передача, обмен опытом. Я думаю, это необходимо. Мы, как говорится, врагов у нас нет, кругом у нас друзья, но вместе с нашими друзьями, товарищами, соседними государствами мы должны тесно проводить учения и совместно быть всегда на защите своего рода. Не зря говорят, что десантно-штурмовые войска – это резерв Верховного Главнокомандующего, президента страны. Мы сила, опора, надежда – это десантные войска. Қазақстанның десанттық шабуылдаушы әскерлері егемен еліміздің қарулы күштерінің мақтанышы әрі қуатты тірегі. Тәуелсіздікпен қатар қалыптасқан бұл әскер түрі ширек ғасырдан астам уақытта күрделі кезеңдер мен реформалардан өтіп, заманауи талаптарға сай кәсіби әрі мобильді құрылым ретінде толық қалыптасты. Кеңес одағынан мұра болып қалған 35-ші бригада негізінде басталған бұл жол бүгінде бүкіл елді қамтитын жауынгерлік рухы мен дайындық деңгейі жоғары әскери институционалдық жүйеге айналды. Десанттық шабуылдаушы әскерлер тек әскери міндетті атқаратын құрылым емес, сонымен қатар елдің халықаралық беделін нығайтушы күш. Бітімгершілік миссиялар мен халықаралық оқу-жаттығулардағы белсенділік Қазақстанды бейбітшілік сүйгіш жауапты мемлекет ретінде танытып келеді. Казбат пен Казбрик секілді арнайы жасақталған бөлімдер бүгінде тек еліміздің емес, бүкіл аймақтың тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қабілетті екенін дәлелдеді. Сонымен қатар бұл әскер түрінің тәрбиелік патриоттық маңызды айрықша. Десантшы батылдықтың, ерліктің және отанға адал қызмет етудің бейнесі. Десанттық әскерлердің қалыптасуы мен дамуы әскери тәртіптің, кәсіби даярлықтың, рухани төзімділіктің үлгісі. Жас буын үшін бұл құрылым намыс пен жігердің мектебі, елге қызмет етудің биік үлгісі. Қазіргі уақытта Қазақстанның десанттық шабуылдаушы әскерлері ел шекарасын қорғауға, ішкі тұрақтылықты қамтамасыз етуге, халықаралық міндеттерді орындауға, сондай-ақ дағдарыстық жағдайларда шұғыл әрекет етуге толықтай дайын. Заманауи техникамен жабдықталған, келісімшарт бойынша қызмет ететін кәсіби құраммен нығайтылған бұл әскер түрі алдағы уақытта да өз дамуын жалғастыратыны сөзсіз. Десантшылардың айбынды рухы, темірдей тәртібі мен адал қызметі Қазақстан қарулы күштерінің абыройын асырып, елдің қорғаныс әлеуетін арттыру жолындағы маңызды күш болып қала бермек. Тарихпен шыңдалған, тәжірибемен қалыптасқан бұл құрылым тәуелсіз Қазақстанның қауіпсіз болашағы үшін сенімді қалқан. Әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс.